Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін квадратный чебуреки пісіреміз. Ол үшін бізге 200 грамм сүт, бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз, менің жағдайымда жарты шай қасық. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Керегінше ұн қосамыз. Содан кейін жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызды мантыға илегенде илеп аламыз. Яғни аса қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа қылдырып илейміз. Илеген қамырымызды салафанға салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Нанымыз тынғанша енді салмасына кірісейік. Бізге керегі фарш, 2 пияз. Пиязымызды мантыға турағандай ұсақтап турап аламыз. Каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Енді қызып тұрған табаға етімізді салып қуырамыз. Еттің суы тартылғанда пиязымызды саламыз. Пиязымыз жұмсарып әбден қуырылғаннан кейін суытып ыдысқа салып аламыз. Содан кейін ғана дәміне қарай тұзын, қара бұршын қосамыз. Енді тынып тұрған қамырымызды мантыға жайғандай жайып аламыз. Қамырымызды аса жұқартпаймыз. Әйтпесе майға түскенде жыртылып кетеді. Қамырымызды бірдей төртбұрышты қылдырып кесеміз. Ол үшін мен қамырды осылай жинап аламын да, қолмен өлшеп кесіп аламын. Енді осы кесілген қамырымызға салмасын салып, жан-жағын түйіп шығамыз. Осылайынан түйеміз, бізде төртбұрышты, яғни конверт чебурек болады. Міне осылай бәрін түйіп, дайындап аламын. Енді осы конверт чебуректеріміз қуырамыз. Ол үшін қызып тұрған майға түйілген жағын бірінші саламыз. Әйтпесе біздің чебуректеріміз ашылып кетеді. Міне осылай әдемі қылып қызартып қуырып аламыз. Біздің дастарханымызға қонақ келгенде ассорти етіп салғанға өте ыңғайлы ас болсын.